Өткенде бір кісі былай айтып отыр да, үстіңе зәр тиіп кетсе, мысалы баланың зәр тиіп кетсе, дәретің бұзыла ма деген сұрақтар болып жатыр. Соны бір кісілер бұзылады деп жатыр да. Не болмаса жаңа иттің сілекейі киімге тиіп кетсе, дәретің бұзылады. Мысалы үшін малдың тезегі киімге тиіп кетсе, дәретің бұзылады деген нәрселерді айтып жатыр да. Соны жігіттер жай жаңағы үйрене бергеніміз дұрыс шығар. Дәретті шыққан нәрсе бұзады. Мысалы сіздің үстіңізге баланың зәрі тиді ма, одан дәрет бұзылмайды. Мына киіміңіз сіздің намазға жарамсыз болып қалады да, бірақ одан дәрет бұзылмайды. Соны дұрысынан түсінейік та. Кейбір адамдар жаңағы сол тисе бол дәретім жоқ деп қайттан барып дәрет жаңартып жатыр да. Не болмаса иттің сілекейі тиген киім сіздің дәретіңізді бұзбайды ол. Енді әлбетте жаңағы ит жаныңызға келген кезде жаңағы өзіңіз дәретіңізді бұзып қоймасаңыз, оның сілекейі тигеннен дәрет бұзылмайды. Киім намазға жарамсыз болады. Киімді тазарту қажет болады. Және малдың тезегі, жалпы сол нәжас нәрсе киімге тисе, одан дәрет бұзылмайды. Одан киімді тазарту қажет болады. Соны дұрыс түсіне берейік деп жатқаным ғой, бауырлар.